Осы қаржылық жоспарды қалай құруға болады? Егер сіз күнделікті қарызға батып атсаңыз, күнделікті айдан айға дейін ештеңе қалмайтын болса, келешекте де ештеңе өзгермейді. Күнделікті шығындарын бақылап, оны жүргізіп отырған дұрыс па? Ол кезде ақша сізді басқармайды, сіз ақшаны басқарасыз деп айтамын. Маған шығыс есебін, кіріс шығыс есебін жүргізу нашар әсер етеді дейтін адамдар мүмкін айлық шығындар өте көп адамдар шығар. Көбінесе енді тәжірибем бойынша әйел адам қолында ұстаған дұрысырақ сияқты. Себебі біз кейбір кезде көбінесе әйел адамдар кішкене экономды болып саналады. Жеке қаражат пен капиталды көбейту, отбасылық бюджетті жоспарлау, табысты еселеу, шығындарды жабу және қарыздан құтылудың қандай әдістері бар? Неге шығындардың барлығын алдын ала жоспарлау керек? Үлкен көлемде сауда жасайтын кезде нені ескеру қажет? Бүгінгі Фин подкастта осы сұрақтың барлығына жауап іздейміз. Бізде қонақта қаржылық сауаттылық бойынша сарапшы, бизнес-тренер, нөмірі 1 қаржылық сауаттылық мектебінің құрылтайшысы, әрі директоры Ақжүніс Брасилова. Ақжүніс ханым, қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Ақжүніс ханым, енді айтыңызшы, мынау адамдардың бірі табысын көбейте алады. Енді бірі тек қана қарызды жабу үшін жұмыс істейді. Бұның себебі неде? Оған себеп көп. Бір жағынан ол үйдегі әдет. Біз айтамыз ғой, осы отбасында қалай әке-шеше бізді осы ақша қаражатты басқарды, тура солай біз басқарамыз деп айтады. Сондықтан көп нәрсені үйден басталады. Шынында да айту керек. Енді сондықтан ол бір себеп, екіншіден ол адамның өзінің күнделікті қаржылық әдеттеріне байланысты. Егер біз күнделікті келген табыстан міндетті түрде біріншіден шығыстарын бәрін қалдырып, соңында айдың соңында біресе қалады деп үміттенсек, соңында ештеңе қалмайды. Сондықтан бұл біріншіден әдет және күнделікті біздің жасайтын шешімдеріміз соған байланысты. Менің өзімнің тәжірибем бойынша айтайын, көбінесе біздің кейбір кезде келетін миллиондаған адамдар табыс табады да, айдың соңында ештеңе қалмайды. Ал кейбір кезде 100 мың теңге табатын адам соңында 20-30 мың өзіне қалдыра алады. Соған кезде шынында да таң қаламыз. Ол неге байланысты? Ол адамның күнделікті шешімдеріне байланысты және әдеттеріне байланысты. Ол енді қандай шешімдері, әдеттер? Біріншіден ол адамның әрдайым шығыстарды ғана ойлайды, ақшаны көбейтуді ойламайды. Бір жағынан, екінші жағынан біз материалды өмірде тұрғаннан кейін көбінесе адамдар мысалы жаңа iPhone шығады дейміз, бүйтеді дейміз, соның барлығын осыны алам деп біреуге қарап кішкене күштірек болам дегендей осындай мысалы шығыстар көбейеді. Ең бірінші әдетіміз кішкене болса да әрбір шешімнің алдында ойлану. Маған ол ертеңгі күні шығыс ретінде бірінші әкеле ме, әкелмей ме? Оның соңында ақшасы қала ма, қалмай ма? Соған байланысты. Сондықтан ол бірінші біздің әдетіміз. Екіншіден ол көбінесе адамның енді біз осы айттық қой, материалды өмірде тұрғаннан кейін басқа адамдарға қарап, олардан қалыспаймыз дейміз. Біздің балаларымыз осы керемет оқысын, оның білімі жоғары болсын деп, біздің мысалы күнделікті кететін шығыстарымыз соған кетеді. Біз байқамаймыз. Және үшінші себеп ол біз кішкене ақшаны 20-30% күнделікті 1000 теңге, 2000 теңгені кішкене менсінбейтін сияқтымыз да, сол ақшаны күнде магазинге кіріп, сусын аламыз, анау-мынау алып, оған кішкене байқамай, егер мысалы айдың соңында көретін болсақ, ол шында да бюджеттен бір 20-30% болып шығады. Өзің сияқты мамандардың жиі айтатын бір алтын ережесі бар. Ол кіріс шығыс есебін басқару. Осыны кейбір адамдар айтады, оны жазып жүру өте қиын, ол өте мүмкін емес меңгеру. Біз кезінде кеңес өкіметтің кезінде туып өскен адамбыз. Біздің қазақы тәрбиеде өтіп жазып жүру ол сараңдық болып есептеледі деген сияқты. Қазақы бір түсінік бар бізде. Негізі осы кіріс шығыс есебін жүргізу деген ұстанымға, болмаса бір тәртіпке, ережеге қалай қарайсыз? Ол дұрыс па, әлде бұрыс па? Өте дұрыс. Енді әрине ол отбасыға да байланысты, адамға да байланысты. Кейбір кезде мен айтам, өмір бойы жүргізу қажеті жоқ. Ең бастапқы, егер сіз алдында ешқашан жүргізбесеңіз, 3 ай жеткілікті. Себебі 3 айдың ішінде адам өзінің осы айлық шығыс қандай екенін анықтауға жеткілікті, және қандай артық кететін шығыстарды байқауға болады. Сондықтан өмір бойы жүргізу, егер сізге қиын болса, енді кейбір кезде мен айтам, бұл шынында да бұл жай ғана әдет. Егер біз осы уақытқа дейін WhatsApp пен түрлі Instagram сияқты приложениялар үйренсек, тура сол сияқты ол әдет, ол қиын сияқты емес. Көп уақытты алмайды. Көп алмайды. Біз сөйтіп ойлаймыз, басында әдет жоқ
болғаннан кейін бізге ұмытып кетеміз бірінші уақытта, ол да енді жаман емес. Бірақ ең бастапқысы ол жай ғана шығыс пен кірісті жүргізу емес, оны соңында талдау. Енді мынау жеке қаржысын басқаруды үйренгісі келетін адамдар бірінші кезекте неден бастау керек? Мен әрдайым айтамын, кез келген жеке қаржылық жоба мақсаттан басталады. Сондықтан бірінші алдыңызға не үшін керек екен мақсатты анықтап алу керек. Себебі мақсатыңыз болмаса, көп уақытқа сізді жетпейді. Енді сіз бастайсыз да аяғы жоқ болады да соңында. Сондықтан айтамын, бірінші көз жандандыратындай бір мақсат болу керек. Ол сізге не үшін керек? Ертең күні пәтерлі боламын дейсіз ба? Немесе пәтерімізді үлкейтеміз дейміз ба? Шетелге барамыз, баланы шетелде оқытамын дейміз, жаңа көлік аламын дейміз. Сол сияқты мақсаттарды бірінші анықтау. Екінші қадамы ол бізде күнделікті осы бюджетті жүргізгеннен кейін әрине талдау дедік. Талдау және талдаудан кейін біздің ұзақ жоспар басталады. Бұл жерде біз толығымен әрбір мақсатты жазып шыға аламыз. Осы ұзақ мерзімді, орта мерзімді жоспар дейміз ғой, қаржылық жоспар. Осы қаржылық жоспарды қалай құруға болады? Ол еш қиындық жоқ. Мысалы, қазіргі кезде ғаламторда өте көп түрлі шаблондар бар. Мысалы, өзіңіз сол жерден алсаңыз да болады. Себебі мен айтам, біз беретін андай дәріс мен керемет бір жаңадан нәрсе емес. Бұл барлық белгілі нәрсе. Бірақ біз оған уақыт таппаймыз да. Уақыт таппаймыз, сылтау болады кейбір кезде. Сонда мен айтам, бір рет отырып, бірінші мақсаттан жазып, мақсат жазған кезде сонымен бірге әрине оның бағасын анықтап алу керек. Қазіргі кезде әрбір мақсатты санауға болады. Сонымен бірге оның мерзімін санау керек, және қай тәсілдермен мен оған жетемін деп кішкене ойлану қажет. Одан кейін келесі сіз бюджет жүргізген кезде біз ақша ағынын анықтап алу керекпіз. Ақша ағыны дегеніміз ол біздің барлық табыстан, шығыстан кейін қалған ақша айдың соңында. Егер ол 0 болса, әрине сіз ештеңе істей алмайсыз. Сондықтан оны хотя бы жоқ дегенде плюсқа жеткізуіңіз қажет. Плюс шыққан кезде сол ақшаны қадам-қадаммен біріншіден резервтік қор жинап, ал кейіннен инвестицияға жіберу қажет. Ал енді отбасылы адамдар бюджетті қалай басқару керек? Мысалы, көп жағдайда енді біздің қазақ отбасыларда ер адам басқару керек, әйел адам басқару керек деген даулар жиі болады. Иә, мен білем оны, бірақ көбінесе маған мысалы консультацияға келген кісілерге айтамын, егер сіздің жұбайыңыз болатын болса, бірге қосып әкеліңіз деймін. Себебі бір адам ешқашан отбасыда дұрыс шешім қабылдай алмайды. Себебі екінші адаммен бірге қоса істеу керек. Әрине, кейбіреу айтады, мен мысалы жұмыс істеймін, менің жұбайым жұмыс істемейді, сондықтан мен ғана шешем дейді. Мен айтамын, менің ойымша енді ол дұрыс емес. Отбасы болғаннан кейін барлық шешімдерді бірге қабылдап, бірге жасаған дұрыс деп ойлаймын. Әрине, әрбір ситуация бөлек болады. Бірақ сонымен бірге, егер көбінесе енді тәжірибем бойынша әйел адам қолында ұстаған дұрысырақ сияқты. Себебі біз кейбір кезде көбінесе әйел адамдар кішкене экономды болып саналады. Енді әрбір отбасыда әртүрлі. Бірақ сонымен бірге менің ойымша оның бірігіп жасап, бірігіп санаған дұрыс. Бізде енді мынау ақша мәселесі дегенде ең бірінші кезекте жиі мәселе, проблема ретінде талқыланатын ол қарыз мәселесі. Қарызды енді біздің қазақта қамыт дейді. Иә. Ол қарызға бір белшесінен батқан адамның ол содан шығуы, проблемаларды шешуі, психологиялық жағынан да кішкене үлкен жүктеме. Сондай адамдарға қандай кеңес бересіз? Ол жай ғана уақыттылы кезең. Сіз өмір бойы олай жүреді деп мысалы ойламаған дұрыс, себебі ол психология жағынан адам кішкене депрессияға өтіп кетуі мүмкін да. Сол үшін мен айтамын, сіз осы жағдайға жеттіңіз ба, сіз сол жағдайдан шыға аласыз. Ол біріншісі. Екіншіден, әрине өте қатал бюджетті жүргізу. Үшінші кезең ол барлық керек емес шығыстарды қысқарту. Өмір бойы емес, тек қана сол кезеңге сіз сол қарыздан шығу үшін. Енді ол әр адамға байланысты, бірақ мен айтам, уақытша енді кішкене тойға бармайсыз, енді кішкене қымбат сыйлықтарды алмайсыздар. Ол да жағдай болып тұрады енді, бірақ қысқа кезеңге. Және ең соңғысы, ең бастапқысы менің ойымша қосымша табыс көздерін көбейту. Қазіргі кезде ондай мүмкіншілік көп. Осындай қарызға батқан адамдар болсын, жалпы ақшасын көбейткісі келген адамдар болсын, күнделікті шығындарын бақылап, оны жүргізіп отырған дұрыс па? Ол да әдет, ол да отбасыға байланысты, адамға байланысты. Кейбір адамдарға ол шынымен де өте жақсы жұмыс істейді. Соңында олар айтады, мен өзімді кішкене енді белсенді, өзімді сезем дейді да, енді кішкене осы маған қай жерде қанша ақша бар екен болса, маған енді кішкене осы спокойно дейді ғой, сол сияқты болады дейді. Ал кейбір адамдарға наоборот, ол айтады маған, ой, мен осы шығыстарды жүргізген кезде, экономдаған кезде мен өзімді кішкене онша емес сезем деп айтады да. Сол үшін ол адамға байланысты. Бірақ мен айтарлықтай ең басында айттым,
жоқ дегенде 3 ай жүргізіп көріңіз, және соңында өзіңіз талдап көріңіз. Сізге ол ұнай ма, ұнамай ма, әдет болды ма, болмады ма, көмектесті ма, көмектеспеді ма, соған байланысты. Мен вот әрбір адамға бірдей заң жұмыс істейді деп айта алмаймын. Маған шығыс есебін, кіріс шығыс есебін жүргізу нашар әсер етеді дейтін адамдар мүмкін айлық шығындар өте көп адамдар шығар. Орынсыз шығындар десе болады ғой. Олар көбінесе ойлайды, мен санайтын болсам, мен өзімді енді кішкене онша сезінбеймін, соңында депрессия болып кетеді деп ойлайды да. Біріншіден, екіншіден кейбіреулер сылтау ретінде айтады маған, мен шығыстарды жүргізсем, маған табыс азаяды дейді. Мен айтамын, шында да ол ештеңе оған байланысты емес, ешқашан еш нәрсеге. Біз енді үйреніп қалғанбыз ғой, әр жерде әйтеуір біз өзімізге сылтау іздейміз. Сіз тек қана шынайы картинаны көрдіңіз деп айту керек қой. Мен айтамын, сіз қорқасыз деймін. Сіз қорқасыз. Егер сіз толығымен 1 ай бойы жүргізсеңіз, соңында сол цифрларға қарауға қорқасыз деймін. Сол үшін бастамайсыз. Өзі күледі, айтады, мүмкін сол шығар деймін. Сол сияқты сіз қорықпаңыз, бастап көріңіз. Ол ешқандай қорқыныш нәрсе жоқ. Кез келген нәрсені түзетуге болады. Ақжүрек, сіздің жеке өзіңіздің лайфхак, отбасылық бюджетті көбейтудің қандай тәсілдерін ұстанасыз? Ең бірінші, ақша үстіне ақша дейді ғой. Сондықтан жоқ дегенде сіздің минималды түрде резервті қорыңыз болатын болса, оның үстіне ақша қосылады. Кез келген цифрды 0-ге көбейтсең, соңында 0 шығады. Сол үшін мен айтам, егер сіз күнделікті қарызға батып атсаңыз, күнделікті айдан айға дейін ештеңе қалмайтын болса, келешекте де ештеңе өзгермейді. Маған адамдар келеді, айтады, мен келесі жылы бастаймын дейді. Келесі жылы адам бастамайды. Бүгіннен бастаймыз. Иә, 5 жыл өтеді, 10 жыл ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан айтам, бір рет отырып, тұрақты, енді өзіңіз қорықпай, дәл өзі болған осы қазіргі кездегі барлық шығындарды дұрыстап реттеп, мақсаттарды қойып бастаңыз. Ешқашан дұрыс уақыт келмейді. Дұрыс уақыт дәл қазір. Ақша деген бұл мәселе ешқашан жоғалып кетпейді. Ешқашан мысалы айтамыз ғой, қазір кез келген нәрсе мысалы бір тренд болып модадан келіп модадан кетеді дейді ғой. Ақша ешқашан модадан шықпайды. Сол үшін бұл мәселе ешқашан ешқайда кетпейді. Бүгіннен бастап жасайтын болсаңыз, өз-өзіңізге келешекте 1 жылдан кейін рахметін айтасыз. Ай сайынғы табысы тұрақты емес адамдарға қандай кеңес бересіз? Мына бюджетті олар қалай жоспарлау керек? Оған да бөлек тәсілдер бар. Кейбір кезде мысалы мен айтам, біріншіден бұл жерде сіз күнделікті келетін ақшадан да ақшаны бөлуге болады. Егер мысалы ай сайынғы келетін айлықтан 10% дейміз ғой, тура солай күнделіктен келген табыстан да алуға болады. 500 теңге болса да, 1000 теңге болса да қарамай. Ол біріншісі, екіншісі жеке қаржылық жобаның біз тек қана шығындарды қарамай, сонымен бірге кірісті жобалауға да болады. Сол кісілерге мен айтам, сіз мысалы ай сайын тұрақты болмасаңыз да, өзіңіз шығысты санағаннан кейін қанша сізге ақша керек екенін де пландап қоюға болады, жоспарлап қоюға болады да. Сол үшін мен айтам, егер сіз ай сайын 300 000 теңге табатын болсаңыз, келесі айы 310 000 деп өзіңіз жоспарлап қойыңыз. Кейін 320 000 дегендей да, сол сияқты тек қана шығыстарды жоспарламай, сонымен бірге кірісті жоспарлауға болады. Кейбір кезде мен айтам, егер мысалы сіз азық-түлікті алатын болсаңыз, аптасына 1 рет толық келген кірістің мысалы күннің толығымен барлық азық-түлікке жаратып, 1-2 күнді қалдырып қалу. Олай да істеуге болады. Мысалда, меніңше мынау айлығы тұрақты адамдарға қарағанда тұрақсыз және күнделікті табыс табатын адамдардың қаражатын басқару, жоспарлау жеңіл сияқты. Мақсатына жетуі. Кейбір кезде тұрақты осы ай сайын табатын адамдарда ақша көбінесе бар деп айтуға болады. Не үшін? Себебі мен мысалы өзім кәсіпкерлермен жұмыс істеп үйреніп қалғам ғой. Көбінесе айтады, кәсіпкерлер табыстары көп дейді, бірақ шында да енді келетін болсақ, кәсіпкерлердің бос ақшасы жоқ. Олар көбінесе барлық айналымда. Сондықтан тұрақты табатын адамдардың бос ақшасы көбірек. Себебі олар күн ай сайын келетін болғандықтан олар кішкене өзінің шығыстарын соған туралап келеді да. Ал тұрақсыз келетін табысты адамдар, олар әрдайым өзін алдын ала келмеген ақшаны жаратып қояды. Сондай әдеттері бар да. Отбасылық бюджет деп жатырмыз ғой енді. Сол отбасылық бюджетті жоспарлауға кіріскен адамдар, біздің қазақстандықтар, қандай қателіктер жиі жібереді? Біріншіден, біз көбінесе болмайтын шығыстарға ақша көп жібереміз. Оның болмайтын дейтін енді болмайтын айтамыз. Енді көбінесе маркетинг жағынан өте жақсы жұмыс істеген жарнамаларға ақша жаратып қоямыз. Енді біздің осы менталитет бойынша шында да әлі күнге дейін қаншалықты айтсақ та айтпасақ та бізде өте көп. Біз енді осы қонақ жайлы болғандықтан, осы тойлар дейміз ғой, осы құдалық дейміз, солға шында да ақша көп кетеді. Қаншалықты мысалы қазіргі кезде пандемия өткенімен кішкене азайды дейді. Бірақ азайғанның өзінде біз соған өте көп ақша жаратамыз. Не өзіміз
өзіміз той жасамасақ та біреудің тойына барамыз деп оған да ақша көп кетеді. Сондықтан кішкене оны азайту деп айта алмаймын, бірақ сонымен бірге өзіңіздің мүмкіншілігіңізге қарай жасау көп нәрсені да. Кейбір кезде біз алдын ала келмеген ақшаны жаратамыз, сол үшін ойлаймыз ол келеді деп. Ол қателік. Көбінесе сол қателік болады. Және үшіншісі, ол біз несиеге өте қатты үйреніп қалдық. Мен осы көп кездесетін отбасылар айтады, бір несиені жапқаннан кейін қолым қышып жатқан сияқты ғой дейді. Қайтадан алғым келіп тұрады. Мүмкін осы холодильник жаңарту керек деп ойлайды. Телевизор, мен айтамын да, сіз енді бір осы несиені жаптыңыз, енді ақшаны жинамайсыз ба десем, ол білмеймін, осы күнделікті соны ғана ойлаймын дейді ғой. Жаңадан ноутбук алу керек дейді ма, телефон ауыстыру керек дейді ма, сол сияқты енді қолдары қышып жаңадан несие алғысы келеді. Ол да бір жағынан өте енді бұрыс қаржылық әдет деп те айтса болады. Қазіргі кезде 4-5 жастан бастап үйретуге болады. Балаларға қаржылық сауаттылықты 4-5 жастан бастап үйрете бастау керек. Иә, себебі ол біріншіден түсініңіз, 4-5 жаста ол ақша деген не екенін біледі. Қаншалықты сіз ойласаңыз да, ойламасаңыз да. Біріншіден. Екіншіден, олар көп нәрсені түсінеді. Және біз, есіңізде болса, мен мысалы кішкентай кезімде көбінесе қаражат жайлы үйде сөйлеспейтін еді. Көшеден естиміз. Бала болса болды, енді өздеріне кухняға жауып, ата-ана өздері сөйлесетін еді. Қазіргі кезде уақыт басқа. Сондықтан мен айтамын, сіз өзіңіздің отбасылық бюджеттің барлық болып жатқан нәрсені балаға түсіндіре аласыз. Бүгіннен бастап олар бәрін түсінеді. Әрбір әке-шешенің өзінің де мақсаттары бар. Тек қана баланың ғана мақсаты емес, әке-шешенің де мақсаты бар және отбасылық мақсат бар. Үшіншісі, сонымен бірге қоса сіз түсіндіруіңіз қажет ақшаның қандай құндылығы бар екенін, әке-шешенің күнделікті жұмысқа бара жатқан табысы, барлық табысты біз тек қана саған жаңа самокатқа жібере алмаймыз, себебі басқа да біздің шығыстарымыз бар деп түсіндірген кезде балалар өзі ақша жағынан көмектесе алмаса да үй жағынан көмектеседі, кішкене түсініспеушілікпен қарайды да. Енді бізде адам болғаннан кейін күнделікті енді тек қана ақшаны ойлап, ақшаны басқарып өмір сүру мүмкін емес. Адам болғаннан кейін шаршайсыз, демалғыңыз келеді. Сондай кезде отбасылық бюджетті жалпы құрбандыққа шалуға бола ма? Мысалы, мен балдармен аптасына бір рет, бір күн уақыт айтамын. Сіз мысалы осы бір күннің ішінде кез келген нәрсені сіздер айтасыңдар, мен сіздерге жасап беремін. Мысалы, сыртқа барып паркке барамыз дейміз, ана тәттілерді аламыз дейді. Бірақ мен түсінемін, бір күннің ішінде бала көп нәрсе сұрай алмайды. Оның шаршайды, енді кейбір кезде көңіл бөлініп кетеді. Сол кезде бір күннің ішінде бәрін жасап, бірақ айтамын, басқа күндері мысалы біз ақшаны үнемдеп үйде отырамыз дейміз. Себебі сіз күнделікті үйден тәтті әкеле беретін болсаңыз, ол бала үйреніп қалады оған. Сондықтан ол күнделікті күтіп отырады да. Ал егер бір күннің ішінде кез келген нәрсе десе, оған мол болып көрінген сияқты болады да. Себебі бір күннің ішінде қаншалықты не алам дейсің болсаң, соны кез келген нәрсені алам деп күтіп отырады сол күні. Сол үшін мен айтамын да, сіз ол күнді бөліп тұрыңыз және ондай мүмкіншілікті балдарға беріңіз. Бүгін ғана мен бір досым сұрады да, баласы күнде сабақтан кейін қоңырау шалады екен да, әке 500 теңге жіберші дейді екен. Ол күнде 500 теңге жіберем дейді. Енді сол сұрайды, күнделікті мен балама қанша теңге бергенім дұрыс? Қараңыз, мен айтам, біріншіден дұрыс қалтаға ақша беру керек балаға. Себебі ол өз қолына ұстағаннан кейін сол ақшаны үйрене бастайды. Бірақ күнделікті берген, менің ойымша, ол кішкене дұрыс емес. Не үшін? Себебі айттық қой, бала тез үйренеді. Келетін нәрсе бітпейтін сияқты, сондықтан 0-ге дейін бәрін жарап тастайды да. Сол үшін мен айтам, сіз баланы бір аптаға ақша беруді үйретіңіз. Менің осы сабағым содан басталды. Мен студент кезімде анам аптасына бір рет ақша жіберетін еді. Бірақ енді шынында да мен бір қымбат факультетте оқығаннан кейін менің қасымда оқитын группаластарым, олардың кішкене ақшасы көбірек болады маған қарағанда. Сөйтіп аптасына ақша жіберді, мен оны бір күннің ішінде жырап тастадым. Сөйтіп келесі күні мама звондамай ма? Мам, менің ақшам бітті деп. Сөйтіп мамам айтады, ол менің проблемам емес деп телефонды өшіріп қойды. Сонда мен ойладым, не істеймін енді? Соңында 5 күн уақытым бар депші. Сол кезде қалай қиын екенін мен түсіндім. Енді қызық, мысалы сол біздің оқиғаның аяғы бір айдан кейін аптаның соңына дейін ақша қалатын болды ғой менде. Аптасына бір рет ақша беріп үйретіп, ол әрине бірінші аптада бәрін жаратып қояды. Бірінші күні мүмкін бәрін жаратып қояды. Бірақ сіз оны ұрыспай үйретуіңіз қажет. Не үшін? Себебі оған да ол сабақ. Егер 1-2 айдың ішінде өзіңіз көресіз, ол кейін ақшаны дұрыс
күніне бөліп үйрене бастайды. Сонда ол бір айдың ішінде кейбір кезде тек қана жаратпай, бір басында бәрін жаратса да, екінші айы, үшінші айы сіз онымен отырып мақсат қойыңыз. Мысалы, жаңа ұялы телефон алам дейсің ба, жарайды, аласың, бірақ сен бірінші ақша жинай баста, жетпеген ақшаны мен саған қосып әпереміз дейміз. Ақшаны мен саған апта сайын беріп тұрам, өзің шеш. Бірақ сонымен бірге көбінесе бастаушта тамақ береді мектепте. Сол үшін сен оны тәттілерге жаратпай, ұялы телефонға кішкене шықтап қой. Жина дейміз. Ол кезде о адамға мотивация дейміз ғой. Сол кішкентай балаға мотивация болады. Үй алғыңыз келеді, немесе балаларыңыздың болашақта оқуына қаражат жинайтын кезде адамдар көптеген қиыншылықтарға кездеседі. Ол қиыншылық мысалы өте ұзақ. Үй алу үшін шамамен 20 жыл жинауыңыз мүмкін. Бірақ сізде ипотека деген дайын құрал бар. Жарнамасы әр жерден шығады. Келді мені ал деп. Көп адамдар сол ипотекаға бұрылып кетеді. Ұзақ мерзімді жоспарды құрып, оны сақтап, сол мақсатқа жету үшін адамдарға қандай кеңес бере аласыз? Егер сіз өз-өзіңізге ақшаны қалдыра алмайтын болсаңыз, сол міндеттемелерді жасаңыз. Мысалы, енді қазір кезде білетін болсаңыз, қазір отбасы банк деген мысалы түрлі мүмкіншіліктер бар ғой. Сол отбасы банк сияқты банктерде шотты ашыңыз біріншіден. Және ай сайын өз-өзіңізге міндеттеме жасаңыз қажет. Себебі біз міндеттемені жақсы жасаймыз. Ал егер міндеттемеміз болмайтын болса, онда біз ақшаны жинамаймыз. Сол үшін мен айтам, біріншіден міндеттеме болады. Одан басқа қазіргі кезде сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, баланы келешекте мысалы шетелге оқытым келеді дейді, немесе бір жақсы жоғары оқу орнына түсіргім келеді деп ойлаймыз да. Сонымен бірге қазіргі кезде өте көп осы түрлі государственный программалар бармыз қазіргі кезде да, баланың оқуына жинау. Үстіне пайыз қосылып отырады мысалы. Үстіне бір жағынан үкімет қосса да ақша пайызын енді банк немесе сақтандыру компаниялары да қосады. Сол сияқты жобаларға енгізсеңіз болады өміріңізге, күнделікті өмірге. Ол жерде де міндеттемелер бар. Мысалы, ай сайын 20 мың салу, 10 мың салу, 15 мың салу. Сол сияқты енді міндеттемелерді өміріңізге қоссаңыз, сізге ол әдет болады. Жеке қаражаты мен отбасылық бюджетті жоспарлап басқара білген адам сөзсіз табысқа жетеді. Бүгінгі Финподкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талдаймыз. Бай қуатты болайық.